Сәлеметсіздерме оқушылар, бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы Қазақстандағы ұжымдастыру 1931-1933 жылдардағы аштық, 20-шы ғасырдағы қазақстандық қасірет. Дәптеріміз ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы 20-шы ғасырдағы қазақстандық қасірет. Сабақтың мақсаты 1931-1933 жылдардағы аштық себептері, 1921-1922 жылдардағы аштықтық пен 1931-1933 жылдардағы аштықты салыстыру. Аштық кезіндегі қазақ зиялыларының қолданған іс-шаралары. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Кеңес үкіметі жүргізген солақай саясат, тоталитарлық жүйенің зардаптары. Оқушылар ең алдымен білімі сайтын пайдаланып, бүгінгі тақырыпқа қатысты бейнематериал көретін боласыздар. Қазақстандағы ұжымдастыру саясаты жайында не білесің? 1931-1933 жылдардағы аштық жайлы не естідің? Ұжымдастыру үдерісі қалай өтті? Ұжымдастыру саясатына қарсы қандай әрекеттер болды? Кеңес үкіметі Қазақстандағы аштыққа қарсы қандай шаралар ұйымдастырды? Осы сұрақтарға жауап берейік. Қазақстандағы ұжымдастыру саясаты жайында не білесің? Ауыл шаруашылығын ұжымдастыру 1929 жылы жүзеге асырыла бастады. 1930 жылы 1 сәуірде ұжымдастыру шаруашылықтың 50%-ын қамтыды. Кеңес үкіметі жұмысшылар мен шаруалардың үкіметі болғандықтан, мұнда байлық, жекеменшік деген болмау керек. Барлығы да ортақ, мемлекеттің меншігі болуы тиіс еді. Осы мақсатпен 1928 жылы 27 тамызда бай және орташа байлардың мал-мүлкін тәркілеп, мемлекетке өткізу керек деп шешті. Кеңес үкіметі шешіммен ұжымдастыруға қарсы деген желеумен 1929 жылдары қазақ зиялы қауымының үлкен бөлігі лагерлерге жіберілді. Алайда жоғардан жіберілген бұйрық 2 есе артығымен орындалып, бай мен орташа байлардың қатарына шатырлы үйі мен 1-2 аты бар жазықсыз адамдар да кіріп, мал-мүлкі күшпен мемлекетке өткізілді. Барлық жинап терген мал-мүлкінен бір күнде айырылғысы келмей, бір түнде шетел асып көшіп кеткен қазақтар да болды. Алайда олардың көпшілігі шекара асқанда оққа ұшырап, малы да өзі де қырылып қалды. 1931-1933 жылдардағы аштық жайлы не естідің? Ұжымдастыру үдерісі қалай өтті? Қазақ ауылдарын күшпен отырықшыландыру барысында шаруашылықтан ешбір хабары жоқ партия мүшелері ұжымшар пункттерінде жүздеген мың мал басын шоғырландырып, киіз үйлерден көшелер мен кварталдар қалыптастырды. Алайда қораларға қамалып, ауруға ұшырап, жем-шөп қоры таусылған мал көптеп қырыла бастады. Осындай теріс саясаттың салдарынан негізгі күнкөрісі мал болған қазақтар малдарынан айырылып, аштыққа ұшырай бастады. Егерде ұжымдастыру қарсаңында республикадағы мал саны 40 миллион 500 мың болса, 1933 жылы одан 4,5 миллиондай ғана қалды. 1930-1932 аштық жылдары қарсаңында Қазақстан халқының саны 5 миллион 200 мың болса, 1933 жылы 2 миллион 100 мың адам қалды. Яғни халықтың 49% аштықтан қырылды. 1 миллион 700 мың адам Қазақстаннан тыс аймақтарға көшіп кетті. Ұжымдастыру саясатына қарсы қандай әрекеттер болды? Көшпен жүргізілген ұжымдастыру саясатына қарсы Қазақстанда жалпы саны 372 бас көтеру болып, оған 80 мыңдай адам қатысты. Торғай шаруаларының батпаққара көтерілісі Қазақ өлкелік комитеті тарапынан бандиттік басмашы қозғалысының көрінісі деп бағаланды. Созақ ауданындағы көтеріліс табанды әрі шебер ұйымдастырылуымен ерекшеленді. Бұл көтерілістердің барлығы Кеңес үкіметі әскерінің күшімен басып жанышталып, көтерілісшілер аяусыз жазаланды. Кеңес үкіметі Қазақстандағы аштыққа қарсы қандай шаралар ұйымдастырды? Қазақстанда болып жатқан осы аштық туралы жүздеген қазақ азаматы, сонымен бірге Қазақстанға жер ауып келген ресейлік зиялы қауым өкілдері Мәскеуге хабар жіберді. Белгілі қазақ қайраткері Тұрар Рысқұлов
1933 жылы наурызда Сталинге ашық хат жазған. Сонымен қатар, Қазақстан өлкесін басқарған Филипп Голощекинге асыра сілтеу саясатына қарсы қазақтың қоғам қайраткерлері Ғабит Мүсірепов, Мұташ Дәулетқалиев, Емберген Алтынбеков, Қадыр Қуанышев, Мансұр Ғатауллин ашық хат жазды. Алайда бұл хаттарға үкімет тарапынан жауап болмады. Тек 1933 жылы Голощекин биліктен алынды. Бірақ бәрі де кеш еді. Қазақ халқы орны толмас үлкен қасіретке ұшырады. Қорыта айтсақ, кеңес өкіметіне қазақ сияқты өз жері, дәулеті, малы мол елдің керегі жоқ еді. Қазақстанға басқа аймақтардан ұлт өкілдерін алып келіп, үлкен лагерь жасауды жоспарлады. Осы себептерден 1929 жылдан бастап патшалық Ресей кезіндегі көші-қон басқармасы қайтадан жұмыс істей бастады. Сонымен бірге Сарыарқа даласында Карлаг Қарағанды лагері құрылды. Кеңес өкіметінің осындай қитұрқы саясатына қарамастан, қазақ халқы соңғы күші сарқылғанша өмір үшін күресіп жатты. Орыстың ұлы ақыны Валерий Михайлов 1931-1933 жылдары аштықта Қазақстанда қаза болғандар санын ешкім дәл анықтай алмайды. Бірақ іс қанша адам өлгенде емес, адамның адамгершілігінің өлгенінде деп жазды. Қазақстан әлеуметтік эксперимент жүргізудің ошағына айналды. Оқушылар, мини материалды көріп аяқтадық. Ал енді конспектті оқыңыздар. Оқушылар, конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Тапсырма оқушылар, сіздерге сұрақтар берілген, осы сұрақтарға дұрыс жауапты таңдап қоясыздар. Оқушылар, егер сіздер сұрақтарға жауап берсеңіздер, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.